Супербет, Чес Классик, Романия. Алириза Фирузджа және Уэсли Со. 6-шы тур кеттік. D4, ат F6, C4, E6, ат C3, піл B4. Немцович қорғанысы. Бұлай байлап тастады. Бірақ Алириза Фирузджа ештеңеден қорқпайды. A3. Жедік. Мына бұл бірінші бытыраңқы сарбаздар. Мына енді қосарланған сарбаздар. Бірақ бұға мән беретін Алириза Фирузджа жоқ. B6, F3. Бұл енді земеш варианты. Ат C6, E4. Негізгі орталықты басып алды. Байқасаңыздар. Ат A5 және C5. Оған ұнамай тұр. Мына сарбазды қорғағысы келмейді. Оны әзір A4 деп бар көрек. Соң кейін піл A6, соң кейін C5, тура C8 деп болашақтан C4-тегі сарбазға міндетті түрде шабуыл жасалынады. Бірақ Алириза Фирузджа маған керек емес, ала салды. C5 деп жүреді. Жедік және тура B1. Бірақ ашық жол маған керек. Ашық жол мен үшін пайдалы болады деп. Жедік және C5. Бұл шешімін енді Уэсли Соның мүлдем түсініп тұрған жоқпын. Неге бұлай жүрді? Емнеркін, нақты айтып тұр. Патшасын рокировка жасаса, еш қиындық болмас еді деген сияқты. Түсініксіз шешімдердің бірі C5 және DC. Бірден жеп алды. Байқасаңыздар, әрине ақтардың мынандай өте жақсы пілі бар. Позицияға да ашылатын болса, онда Уэсли Со өте қатты өкініп қалуы мүмкін. Мына аттың жағдайы онша емес, себебі бұл деген бір тұрақты орны жоқ. Мен үнемі айтам, егер аттың бір негізгі орталықта немесе кеңейтілген орталықта жақсы бір орны болмаса, ол сарбаздан да әлсіз болып кетеді. Рокировка, піл F4, бірден пілдің мүмкіндігін пайдалану, D6-дағы торды бақылауда ұстау. Ат B7, енді бұл жалпы бұл аттың жағдайы өте қиын көрініп тұр. Бұл ат деген тек қана өзіне емес, пілге де, піл деген тураға да кедергі жасап тұр. Жалпы ресми түрде айтылам, Уэсли Со рейтингісі масқара, бірақ дебют жағынан қиын жағдайға тап болды. Уәзір D4, әрине ешкім бұндай сарбазды бермейді. Тура E8, ат E2, енді ойыншыларды, фигураларды іске қосырып, шақ және ат C3. Ат C3, A6. Әрине мына B5-тегі торды бақылауда ұстау керек. Өйткені мына жерге кіріп кетуі мүмкін. Болашақта мына сарбазға қызығудың қажет жоқ. Әрине, өйткені бұл сарбазды жеуге мүмкіндік жоғау деген ойдам. Өйткені жейді, содан кейін атты B5-ке апарып, содан кейін мына жерге апаруға мүмкіндік бар. 6, піл E3, бірден енді қорғау керек. Айлық қалмаудың амалы. Уәзір A3. Тағы бір түсініксіз шешімдердің бірі. Уэсли Со. Мыналардың барлық, мына ат деген жетісіп тұрған жоқ. Пілде, мына турада барлығы нашар орналасқан, ол деген қосымша сарбаз жеп отыр. Сарбаз негізгі орталыққа қойды. Енді екі сарбаз қараларға кәдімгідей қысым көрсетіп жатыр. Жедік және патша F2. Біріншіден, мына И жолындағы жағдайдан кету, болашақта мысалы қарсылас F6 деп жүретін болса. Екіншіден, мына И3-тегі пілді қорғау. Ат D8, байқасаңыздар, мына барлық ойыншылар соңғы қатарда орналасқан. Уәзір D5 және піл B7. Тағы бір түсініксіз шешім. Атты C6-ға қоюға мүмкіндік бар еді. Мына негізгі орталықтағы сарбазға шабуыл жасау. Ол бірақ піл B7. Әрине жедік және байқасаңыздар, мына екеуі қандай, мынадан да болсын, әрине мықтырақ екені түсінікті. B8, уәзір D5, уәзір B2, енді қос соққы. Біріншіден патшаға шабуыл жасап тұр, соңғы екіншіден мына сарбазға. Піл E2 болды. Алириза Фирузджа бүкіл ойыншыларын, фигураларын іске қосты. Жағдай қиындады. Жедік, уәзір D4, A5, тура B1. Өте сауатты ойындардың бірі. Өтпелі шабуыл деп айтуға болады. Жедік. Патша H8. Тағы бір түсініксіз шешім. Неге патша H8? Мүмкін Уэсли Соның жағдайы бүгін сол күннің нашар болған шығар. Піл D4, бірден батареяны құрды. Бұл батарея G7-ге қарап тұр. F6, уәзір D6. Біз атақты Филидорды есімізге түсіреміз. Бұлай, піл F6, әрине. Егер де мынаны жейтін болсаңыздар, онда уәзір F6 және піл C4 мат деген амалдар деген сияқты.
тура i8 піл c3 осымен ойын аяқталды. Не айтуға болады? Уэсли со мына вариантқа дайын емес. Мына вариантқа дайын емес. Ол 1, соң кейін тағы бір дұрыс түсініксіз шешімдердің бірі c5. Уэсли со Немцович құрғансын жөндеу керек.